негізгі нәрсе сіздің біздің отбасы дегенге құрметсіздігімізден. Отбасы деген сіз үшін не нәрсе? Сіз үшін, жеке, сіз үшін отбасы деген нені білдіреді? Бұны мен әсіресе ер жігіттерге айтамын, қыздардан гөрі. Өйткені жақында да сол сөздің тарқап жүр ғой, ол мәселені де әдейі қозғадым да. Қыз балаларда отбасы мәселесінде әлде қайда құндылық деген түсінік бар отбасына ше. Ана болсам болашақта деп, келін болсам деп ойлайды. Сөйтіп барғаннан кейін өзгереді, өзін де өзгертеді, өзі де өзгереді, барған жеріне төселуге әрекет жасайды. Өйткені біздің халқымызда әуел баста сөз бар. Қыздың еркесі биттің серкесі дейді. Ол қыз бала үйінде еркелеп неше түрлі қылық қылады, бірақ ертең жанұя болғаннан кейін басына жаңағыдегі арба ілінгеннен кейін жорғалап кете береді. Көп көріп жүрміз. Дегенменен қазіргі енді анау статистикаларды көрсек, ажырасулардың көпшілігі инициатива дейді ғой, ұсыныс тарапынан әйелдер көп ұсыныс береді екен. Себебі әйел қауым барынша шыдайды ғой, шыдап бағады да, ақыр болмағаннан кейін сондай дәрежеге барады, ажырасайық дейді. Неге? Себебі көбінесе ер азамат жанұядағы проблемадан қашу себебінен. Жанұядағы проблеманы ше страус сияқты өткіземіз ғой, басымызды құмға тығып. Бүкіл проблема басты құмға тығудан басталады. Бұл біздің, сіздің жанұядағы ер азаматтың дұрыс емес тәрбиесінен. Бірінші орында ата-ана кінәлі. Баланы біз проблемасын шешуді емес, біз шешіп беріп үйреткенбіз. Мысалы айтайық, кішкентай кезінен бала тәрбиесі, мысалы жас отбасы құрған азаматтарға осы жерден бір іліп алатын дүние, бір дәптершеңізге, қойын дәптершеңізге түртетін дүние. Мысалы, баланы ерік беріп өсіру деген нәрсе бар. Баланы ерік беріп өсіру, қалай болады ол? Егер сіз балаңызды өсіріп жатқан кезінде, қалай айтса болады, сіз барлық таңдауын жасасаңыз, мысалы айтайық, мына тамақты жейсін, мына киімді киесін, былай жүресін, былай тұрасын, сосын көп адамдарда ойлайды, ана баласы шулап жатса, тыныш отыр дейді, тыныш жүр дейді. Тыйымдар, байқадыңыз ба, сіз балаңызды кішкентай кезінен, бала деген не? Бұл өмірге келгеннен кейін, ол осы өмір бұған бәріне қызық та, бәр нәрсе қызық. Ол сол сотқарлығыменен ананы бұзып, мынаны сындырып, ананы қиратуменен өмірді үйренеді. Соның таяғын жеп үйренеді. Біз оған еркіндік бермейміз. Балаң тамақ ішпейм деді ме, ішпесін. Қазір ашаршылық заман емес. Қарны ашса қайтып келіп ішеді.